Сәлеметсіңдер ме? Сіздермен 10-шы сынып оқушыларына арналған қазақ тілі мен әдебиеті сабағы жастардың денсаулығы, қоғам байлығы бөліміндегі бірінші сабақ шынықсан шымыр боларсың тақырыбында сабақ өткізетін боламын. Сабақтың мақсаты ғылыми көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндердің мақала, эссе, баспа сөз парағы құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін талдау. Қазір балалар бейне фильмді көрейік. Жарық дүниеге келген әр саналы адам өз өмірінде өнегеліспен айналысып, артында өшпес із қалдыруға ұмтылады. Бірақ мұндай биік мақсатқа жету кез келгеннің маңдайына жазыла бермейді. Өйткені ол үшін Алла берген табиғи таланттан өзге терең білім, қажыр қайрат, ерік жігер, табандылық пен төзім, өз кәсібіне деген адалдық пен шынайы махаббат қажет. Білек пен жүрек бағдарламасының бүгінгі басты кейіпкері бокстан Қазақстан ұлттық құрама командасының бас жаттықтырушысы Мырзағали Айтжанов осындай асыл қасиеттер бойында тоғысқан абыройлы да білікті ұстаздардың бірі. Мырзағали өзі тек тренер ғана емес, Мырзағали үлкен жүректі азамат. Мырзағали бокста мысалы чемпион, Совет одағының чемпионы болды, Европаның чемпионы болды. Ол сондай кішкентай салмақта істесе де көбісін әлгі уақытынан бұрын аяқтады. Оның удары дегенге ешқайсысы шыдай алмайтын. Өте сондай үлкен қару, қолының үлкен қаруы бар, сондай нокаутер болған. Өнекейін батырлығы да бар бойына барлығы сәтті сабақтасқан қазақтың аяулы азаматы. Ол біздің мақтанышымыз. Мырзағали мысалға өзінің қалай бокста сағынғана баласына шәкіртіне бере қоймай, ол қалған бапкерлерден үйреніп, солардың ортасынан бір қорытынды шығарып, соны бере білді. Мінекей Біржан Жақыпов, Еркебұлан Шыналиев, Қайрат Ералиев сынды боксшылар бүгін құрама командасында жақсы өнер көрсетіп жүр. Енді болашақта мен ойлаймын, осы алдымызда келе жатқан Токио Олимпиада ойындарында Мырзағали міндетті түрде Олимпиада чемпионы тәрбиелеп шығады деп. Ал сол Олимпиада чемпионы Қайрат Ералиев болса екен деген тілегіміз зор. 2009 жылдың соңында ұлттық құраманың тізгінін Дамир Бұтанбековтен қабылдап алған Мырзағали Құланұлы содан бері сенімді әріптестері, талантты шәкірттерімен бірге талай асуларды бағындырып келеді. Бірлесіп жасаған тірліктің арқасында еңбек еленіп, 2 мәрте әлемнің үздік жаттықтырушысы атанды. Жеке бапкер ретінде және бас бапкер ретінде өте мықты бапкер деп санаймын. Өйткені оны әлем де біледі. Өйткені 2 жыл Аиба оны ең мықты осы дүниедегі, әлемдегі ең мықты бапкер деп саналған, ол өте үлкен баға берілген. Мен ойлаймын, өзі боксшы болғанмен мықты, бірақ одан да үлкен нәтижелерге жете алмай қалды. Осы Олимпиада чемпион болам деп, әлем чемпион болам деп сондай арманы болған, сол арманы өзі жете алмай қалып, енді бапкер ретінде жетем деп сондай оймен келген, сол өзі жете алмаған барлығын енді ол оқушыларына беріп жатыр. Бүгінгі сабақта еңбек еткен мұратқа жеткен мақал мәтел арқылы ой өрбітетін боламыз. Сабақтың сөздігі: өсу, өсе берді, аудандық жарыс, қажырлы түрде, женбейтін қиындық, ұжымы, қамал, болаттай берік, төзімді, денсаулығы күшті, суық күндердегі, еңбектенудің, жаттығудың нәтижесі. Енді балалар мәтінді мұқият тыңдаңыздар.
Уақыт өте берді, мұрат өсе берді. Мектеп оқушыларының жеңіл атлетикадан болған аудандық жарысында Николай Трофимович бастап барған Қызыл шекара 7 жылдық мектебінің ұжымы бірінші орынға ие болды. Мұраттың да қажырлы түрде жаттығуы жемісін көрсетті. Ол 100 метрге жүгіруден аудан бойынша екінші орынға ие болды. Жарыс соңынан Николай Трофимович мөлдір сулы кен арнаның жағасында шәкірттермен әңгімелесіп отырды. Адам баласы жеңбейтін қиындық, алмайтын қамал жоқ, деді Николай Трофимович. Мен саған, деді ол Мұратты нұсқап, мынаны айтайын. Орыстың атақты қолбасшысы Суворов жасында сен сияқты нәзік, ауыршан бала болған. Ол 12-13 жасынан бастап өзін шынықтырумен болды. Суворов жасында мен сияқты болған ба? Деп көзін қысқылдырап, Мұрат Николай Трофимовичке күле қарады. Иә, солай. Үнемі өзін шынықтырудың нәтижесінде денсаулығы күшті, болаттай берік, төзімді болды. Солдаттарын да осылай тәрбиелеп, боранды, суық күндердегі жорықтарда бірге жаяу жүріп, қар төсеніп, мұз жастанып жүрді. Осының бәрі еңбектің, жаттығудың нәтижесі. Сенің де осылардың бірінде болуын мүмкін. Сұрақтарға жауап беріңіздер. Әңгімедегі басты тақырып не туралы болды? Шынығудың адам ағзасына қандай пайдасы бар? Осымен үйге тапсырма. Мәтін бойынша менталды картаны толтырыңыз. Мазмұны, идеясы, тақырыбы, кейіпкерлері, мақсаты. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.